Hey, бәріне сәлем достар, сен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз өз үйімізді бұрынғы заманға апаратын боламыз. Және де міне менде көлік сағаты бар, яғни машина времени, бірақ менде маяк жоқ, себебі мен ойлаймын, что маяксыз да болады. Плюс соны да тексеретін боламыз. Так, достар, біз только біздің үйімізді ғана бұрынғы заманға апару үшін ойымызды қоша қоятын боламыз, сонда біздің үйді ғана апарады деген ойдамын. Так, жайлап бастадық. Енді, мына жерге енді көп кететін сияқты. Сондықтан естіп тез жасайық. Так, мұнда қойылам екен, бүйтіп қойсақ. Ойбай, құлап кеттім, хотя блок қойып үлгердім. Жарайды, мына жақтан да естіп істей салайық, тағы да көтереміз, все. Так, жайт ояқты әзірше істемей қойық, мына аяқты істейік. Так, олай болмайды екен да, жарайды. Бүйтіп қоя берейік онда. Так, осылай енді істей беретін боламыз. Так, мына жерге бір блок. Так, мұнда да бір блок қою керек. И все. Уже крышасын жартысы бітті. Почти. Так. И соңғы штрих, все. Достар, мен уже болдым, бірақ та мен қаншама рет құладым, сондықтан 2 ақыпым қалды. Так, анда секіреміз. И давай. Все, мұнда келдік. Енді бұлай секірсе қып алмайтшық. Бір қып алды. Так, достар, мен уже енді полный біттім. Енді только қазір үйдің үстіне маяк жасайтын. Қайдар маяк, машина времени қоятын боламыз. Міне бәрі дайын. Ал ендеше кеттік. Так, достар, менде хотя 5 блок қалды. Так, осыларды қолданамыз. Все, әдемі келді дейіндегем. Келмей қалды әдемі. Так, мынаны сындырып алайық. Так, сындырдық. Енді орнына қоямыз. Все, болды. Так. Мұнда. И осылай қоя берейік. Мұнда. Так. Вроде почти болдық. Так, достар, мен уже мынаны біттім. Так, мына жерге қалай шығам? Так, қалай шықсам болады? Мынаны сындырайын ба? Бірақ ол маған добывать етілмейді. Айтпақшы менде бір мен алай салайын да ағашты. Так, добывать етеміз и анаған шығамыз. Достар, мен уже мынасын негізі уже қалай айтсам болады? Машина временінің үйім бітті, менде только крышасы. Так, крышасына шығып, ананы істеп алдық. Так, мынаны қоямыз. Так, енді есікті орнатамыз. Енді мындай рамка. И сағат, сағат істеп жатыр. Енді только рычагты қоямыз и басамыз. Кішкене бас қойық. Так, енді аламыз. Басамыз, ішіне кіріп қаламыз. Достар, есік өзі ашылды. Так, жауып қойық. Кішкене мына разогреться етсін. Так, біздің үй өзгерді мане. Плитасы өзгерді. Так, вроде болды. Ан жерге бір блок жоқ. Мына христиандардың мешітінде. Точнее, церковь қой. Так, достар, біздің үй өзгерді. Вроде өзгерді. Енді достар, қазір тексеретін боламыз. Біздің үй қалай явно өзгерді. Қалай өзгерген қазір тексеретін боламыз. Ал ендеше достар, кеттік. Сонда мен үйім ғана өзгерді. Потолок қону. Огородының бір блогы қайда? Кішкен зиян теген ау деймін. Суға жетпей қалдым. Бостан хотя бы қыпымда мұнда? Так, мұнда лава бар. Так, вроде мына жақтар өзгерді. Айтпақшы, мынау да өзгерді. И, айтпақшы, ступенька да өзгерді. Мынандай полублокқа айналды. Так, почему-то есік мынандай 2 люк. Так, достар, бізде мұнда төсек мынандай. Мұнда печка жоқ қой. Печканың орнына мынандай тұр. Вот, бірақ далада не бар печка? Мынау тас па бір нәрсе өңдейтін. Инвентарь примерно сол замандарда шықты. Факел да сол замандарда шықты ғой. Так, мұнда, вроде мына өзгерді. Мұнаның астына блок бар екен ғой. Мынандайға өзгерген. Так, потолок. Еще мына кроватым да өзгерген. Мықты. Так, мынаның астына бір нәрсе бар ма?
мынаның астында дәл сондай қайталанған бір блок. Мында 2 есік. Потолок қана шынымен де. Примерно, достар, менің үйім примерно айтсақ бір 10 мың жыл ма сондай бұрынғы деймін. Так, айтпақшы достар, міне ағашта бір тропический ма, джунглидағы ағашқа өзгерген. Мында блоктарда доска мынандай жерге ма соған өзгерген. Так. Әне негізі андай оған. Анандай бір полуплита ма сондай. Қазір мынандай полублужникқа ма сондай өзгерген. Вроде үй нормально бұрынғы заманға. Так, есікті жауып қояйық. Айтпақшы достар, айна да өзгерді. Терезе. Так, негізі анандай оған. Мынандай решеткаға айналып кетті. Стоп, даладағы решетка ма айтпақшы? Айна болып шықса ол. Жоқ, бұл решетка екен тоже. Решетка. Точнее. Так, достар, вроде нормально мынау есікке. Так, біз нені тексермедік? Біз сундуктың ішінде не? Сундукта немене? Сушеные водоросли дейді. Так, сонда бұрынғы замандікі да. Так, мында почти бәрі каменный міне. Киркада. Мечта, қылыш. Вроде бұрынғы заманға нормально. Так, кішкене тамақ жеп алайық. Так, почему-то мында ағаштың несі жоқ, қылышы. Жайт керек болған шығар. Ол кездерде енді аңшылық болған ғой явно. Так, вроде басқа ауылда түк өзгермеді. Только мен. Айтпақшы достар, біздің ауылдағы жетелер бүгін қаладағы жетелердің конкурсына кетті. Әйтпесе олар болса, мен мұнаны вообще істеу миыма да келмейтін, себебі олар бәрі немес жетеді жетелер. Сондықтан олар жоқ күні осындай істейін дедім. Мен явно өзгерген решетка. Мындай күшті оған. Күшті емес енді. Пастарино ма қандай бір нәрсе сондай бір бәле. Так, жоқ қойық. Айтпақшы, достар, қарным ашса водоросли жеп қойықшы. Кішкене күте тұрайық, қарным ашсын. Вроде үй нормально мынандай дизайн. Все, қарным ашты достар, водоросли жек кішкене. Так, көйік қалай. Достар, тез желінеді екен. Ойламенен, нормально водоросли деген. Жақсы, үстіне бәрін салып қойайық. Так, нормально бұрынғы заманға. Вроде осындай, нормально. Так, есікті жабамыз. Все болды. Ал достар, сіздермен бүгін болған мен Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар. Енді достар, айтпақшы бір нәрсе айта кетейін. Енді если осы видеоның астында 50 лайк жиналса, онда мен бүкіл ауылды бұрынғы заманға апаратын боламын. Және де, возможно, біз бұрынғы заманның Батыржанды көруіміз мүмкін. Ал енді достар, тағы да сәлем, сау болыңыздар.